Құрметті пациент, егерде сіздің өтіңізде тас болған болса, не болмаса өтіңіз толған болса, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Өттегі тас не үшін пайда болады, және де өт не үшін толады екенін, және де біздің өніміміз сіздің өтіңіздегі тасты қалай ерітеді, соның барлығын толыққанды мен айтып түсіндіріп отыратын боламыз. Мына менің алдымда тұрған адамның ағзасы. Бұл жалпы мынау көріп тұрғандарыңыздай бауыр тұр мына жерде, көрдіңіздер ме? Міне, оң жақ қабырғаның астында орналасқан ол бауыр. Сол бауырдың дәл астында жабысып тұрып орналасқан міне жасылмен белгіленіп тұр. Бұл біздің өтіміз. Яғни орысша айтқан кезде желчный пузырь дейді. Жалпы бұл өтіміз неге толады деген сұраққа жауап берейін. Және де біздің өніміміз оған қалай көмектеседі? Қараңыздаршы, мынау мінекей бауыр дегеніміз адам ағзасында қан айналым жүйесіне жауап береді. Және де адамның иммунитетіне толық жауап бергеннен кейін бұл соответственно запыран бөлу сапасын қадағалап отырады. Біздің денемізге запыран бөлетін ол біздің мына бауырымыз, достар. Ал енді қараңыздар, бұл бауыр запыран бөлген кезде мына біздің шынтақтарымызда, мына қолдарымызда, мына буындарымызда біздің барлығында запыран бар. Ол запыран біздің күнделікті қозғалысымызға жауап беретін бір жидкость деп айтсақ та болады. Енді қараңыздар, достар, біздің бауырымыз запыран бөледі. Бұл өт деген аты бар. Желчный пузырь деп айтып тұр, өт деген аты. Көрдіңіздер ме? Бұның ішінде біздің запыранның қалдықтары, яғни бұның ішін шайып отыратын болады. Осы өтті шайған кезде біздің өттің сапасы нашар болғаны соншалықты, мынау бауырдағы бөлінген запыран өттің ішіне кіреді. Кіргеннен кейін жаңа запыранның сапасы нашарлығы соншалықты өттің ішінде қалып қойып отырады. Ол анау қақырық секілді жап-жасыл болып қалып отырады. Сөйтіп ол бірінші өттің толуы деген, яғни застой желчный пузыря деп айтады. Одан кейін барады да, ол өттің ішіне жата берген жаңағы запыран уақыт өте келе тасқа айналады, достар. Көрдіңіздер ме? Ол тасқа айналғаннан кейін бұл өттің барлығын мына жерден кесіп тастау керек болады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да бұл өтті аман алып қалу үшін, достар, сіздерге бұл өтті алдырудың қажеті жоқ. Оны біз қалай емдейміз? Ең бірінші мына бауырдың жұмысын жақсарту арқылы біздің запыран жақсы бөлген кезде мына өттің ішіндегі жатқан тас өзінің запыранына өзі еріп, мына жерде көріп отқан проток бар, кішігірім, осы протокқа тұрып қалмай, ол еріп кететін болады. Және де өттегі тастың өзі негізі үшке бөлінеді. Оксалатовый, кальцинатовый, және де жаңағыда еритін, ерімейтін тас деп айтады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да бұл еритін тастарымыз қалай ериді? Ол мұз ерігендей шетінен еріп, мына проток арқылы шығып кетіп отыратын болады. Ал ерімейтін тас дегеніміз бірінші өзіне запыранды сіңіреді, ол үгітіліп құм болады. Құм болғаннан кейін кішкентай майда қалдықтары міне көргендей проток арқылы өтіп үлкен дәретпен шығып кетіп отыратын болады, достар. Сондықтан да енді қараңыздар, мына өттегі тасты көп адамдар алдыртып жатады. Бірақ алдыртқаннан кейін болатын проблемаларды олар білмейді. Қараңыздар, мына менің алдымда тұрған видео толыққанды көрсетіп жіберейін қазір сіздерге. Енді қараңыздар. Мына жерде міне өттегі, міне көрдіңіздер ме? Өтті міне лазер арқылы кесті, күйдіріп отырып кесті. Көрдіңіздер ме? Енді міне трубочка тықты, трубочкамен өтті сорып алдыртып жатыр. Көрдіңіздер ме? Өйстіп өтіңіздегі жаңағы тасты өтпен бірге алдырудың қажеті жоқ. Оны алдырып тастағаннан кейін запыран қайда барады? Запыран дегеніміз ол қышқыл. Біздің асқазанымыздағы бар қышқылдың аты да запыран деп аталынады. Оның барлығы мына біздің денемізге тарай бастайды. Ол бірінші ұйқы безімізді қабындырып, ұйқы безімізді улайды. Асқазанымыздың дұрыс жұмысы нашарлап кетеді, және буындардың ауруы пайда болады. Көрдіңіздер ме? Буын аурулар пайда болған кезде сіздердің аяқ қолдарыңыз қақсап ауырсынатын болады, достар. Ал енді мына мен қолымда тұрған арнайы шөптен жасалған емдік шөп дәрілер, достар. Біз бұны сонау Тибет елінен алып келеміз. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар, мына мен қолымда тұрған арнайы шөптің тамырлары. Дәл осы шөптің тамырларын шу арқылы өтіңізді бірінші тазалап, одан кейін жатқан жеріндегі тасты ерітіп протоктан шығаруға мүмкіндік бар. Қараңыздар, қандай өнім барады, мен қалай емделемін деген сұраққа жауап бере кетейін. Мына мен қолымда тұрған жаңа көрсеткен шөптің тамыры, бұны біз арнайы өттің шайы деп атаймыз. Осы өттің шайын ішу арқылы бауырдың жұмысын жақсартып, өттің жатқан жеріндегі тасты запыран арқылы ерітіп шығара алады. Екінші мына мен қолымда тұрған гордония өнімі, бұл арнайы шөптің, яғни гүлдің тамырынан істелінеді. Дәл осы гордония өнімін ішу арқылы аш ішек, тоқ ішектің барлығын тазалап, мынау сіздің запыранның сапасын жақсартып, бауырға тікелей әсер ететін міне осы біздің гордония өніміміз. И және үшінші мен қолымда тұрған бұл годжи өнімі, яғни сіздің қан айналым жүйеңізді жақсартып,
қан тамырларыңызды ашуға көмектеседі. Дәл осы үш өнімді ішу арқылы ауруыңыздан толыққанды айығуға мүмкіндік бар. Өттегі тасты бірге жеңейік, сіздерге ем болсын.